Пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, пайғамбар болғанға дейін өмір сүрген араб тайпалары, бұл араб тайпалары басқа қаланы жаулау үшін әскерлерін жіберерден бұрын, олар түрлі аңғарларға және түрлі тауларға баратын болған. Пайғамбарымыз, оған Алланың сәлемі мен игілігі болсын, бізге аңғарлардағы жынның ұшып кететінін айтқан. Бұл қалыпты жағдай, бұл қалыпты әрекет. Тіпті жануарлар да солай істейді, тіпті адамдар да солай істейді. Егер саны көп әскерлер қасыңыздан өтсе, саябақта кішкентай алаша жайып демалып отырсаңыз, қару-жарақтарын асынған үлкен әскер нөсерлетіп жауған жауын сияқты сіз отырған жерге қарай келе жатса, сізде орныңыздан атып тұрып қаша жөнелесіз. Жындар да солай істейді. Ал бұл тайпалар не істейтін болған? Олар бір аңғарға келіп, сол жерге тұрақтап, кейін қолдарын көтеріп жындарды шақырып, олардан көмек сұрайтын. Біле білсеңіз, осы әрекет бүкіл әлем халықтарында бар, немесе дәстүрі болған десе қателеспейміз. Көптеген діндерде адамдар әруақтарға, жындарға, дүниеден өткен адамдарға, тағы басқаларға сыйынып, күш-қуат көмек сұрайтын болған. Олар жынға құлшылық еткен. Көптеген халықтардан бұл нәрсені көреміз. Бұған қатысты мысалдарды христиан, иудаизм, хиндуизм мен буддизмнен көреміз. Ол діндегі адамдар көмекті рухтардан, жындардан сұраған, оларға сыйынған. Сонымен, келе жатқан қалың қолды көріп, қашқан жындар бұл жауынгерлердің оларды шақырып, олардан көмек сұрап сыйынып жатқандарын естиді. Жындар адамдардың сөздерін естігеннен кейін ғана олардың қорқатындарын түсінеді. Жын сіздің одан қорыққаныңызды сезсе, олар шабуылдайды. Кейін бұл адамдар жындардан көмек сұрауларын тіпті жиілетеді. Себебі адамдар оларды құдіретті рухтар, күші көп жаратылыстар, бізге көп көмек бере алады деп ойлайды. Ал шын мәнісінде жындар олардан қорқып қашқан еді. Бірақ адамдар олардан қорқатындарын көрсеткенде, олар кері артқа қайтқан. Осыған назар салыңыз, бұл өте маңызды нәрсе. Жыннан қорқсаңыз, ол сізге айласын асыра бастайды. Жаратушың, Раббың барда жаратылыстардан қорықпа. Жынның кейбір мүмкіндіктері бар. Ол нәрселері бізге керемет дүниедей көрінуі мүмкін. Осы кезде біз тылсым дүниені түсінуге тырысып қазбалай түсеміз. Жындардың кей нәрселерді істеуге қабілеттері бар. Ол нәрселері бізге таңғажайып дүниедей көрінеді. Түсініксіз жағдайлар орын алып, ешкім жоқ бөлмеде шам жанып өшіп, есіктер мен терезелер ашылып жабылуы мүмкін. Жынның кейбір мүмкіндіктері бізге оларды өте күшті етіп көрсетеді. Бірақ бұл қате ойды басыңыздан шығарыңыз. Сіздер жындарды құдіретті, ең мықты, таңғажайып жаратылыс деп ойлауларыңызды қаламаймын. Қарапайым мысал келтірейін. Түрлі жан-жануарлар бар. Олардың істей алатынын сіз бен біз істей алмаймыз. Бұл жаратылыстарға қарап Алланың ұлылығын түсінуіміз керек. Бұл нәрселер сізді таңғалдырмауы керек. Аспанда ұшып жүрген құсты көресіз. Кейін 3-4 күн бойы одан қорқып қорқынышты түстер көрмейсіз ғой. Егер сізге балықтар теңіздің түбіне дейін жүзе алады десем, бұл нәрселер сізді қорқытпайды, солай емес пе? Сол сияқты, Алланың жаратқан жаратылыстарының бірі осы нәрселерді істеп жатуы сізді қорқытпауы керек. Олардың кейбіреулері ұша алады, бірақ құстар да ұша алады емес пе? Несі таңғажайып? Олардың кейбіреулері басқа пішінге өзгере алады. Бұл нәрсе бізді таңғалдырмайды. Себебі бұл мүмкіндіктерді оларға Алла берген. Олар сияқты кей жануарлар түрін, сыртқы пішіндерін және түстерін өзгерте алады. Тағы да айтамын, бұл қабілеттердің бәрін оларға Алла берген. Ол нәрселерді көрген кезімізде Алланың ұлылығын, құдіретін сезінуіміз керек. Бірақ жаратылыстардан қорқып, қалтырап дүрілдеудің, паранояға ұрынудың қажеті жоқ. Біздің жындарға да қатысты дұрыс түсінігіміз болуы керек. Жындар туралы айтқан кезде, біз оларда Алланың жаратылыстарының бірі екенін түсінуіміз керек. Оларда Алланың жаратқан басқа мақлуқтары сияқты мақлуқтары. Олардың істей алатын кейбір нәрселерін біз істей алмаймыз. Сондай-ақ біздің істей алатын кейбір нәрселерімізді олар істей алмайды. Түсініп алыңыз. Жындар қорқуға тұратын мақлуқтар емес. Егер олардан қорқатыныңызды көрсетсеңіз, олар сіздің қорқынышыңызды пайдаланып, мүмкіндікті жіберіп алмас үшін бар күштерін салады. Олардан қорқатыныңызды оларға сездірсеңіз болды, олар сізбен ойнай бастайды. Бүкіл айла тәсілдерін қолданады. Үйдегі есіктің ашып жабылуы, жарықтың жанып өшуі, бөтен адам пішінінде көрініп, заттар орындарынан қозғалып, пышақтар ауада ұшып, ыдыс-аяқтар бөлме ішінде ұша бастайды. Сіз оларға қорқатыныңызды көрсетсеңіз, осындай жағдай орын алады. Олардан мүлдем қорықпаңыз. Оларда біз сияқты жаратылыс екенін ойлаңыз, соны түсініңіз. Егер бөлмемде маған қарай олар бір зат лақтырса, ол затты көтеріп оларға қарай кері лақтырар едім.
Сен маған лақтыра алады екенсің, мен де саған лақтыра аламын деңіз. Егер осылай істесеңіз, қорықпасаңыз, олар айналаны шашуды қояды, және бұдан былай олар сізді қорқытуға тырыспайтын болады. Заттардың түсіп кетуі, ыдыс-аяқтың қозғалуы сияқты нәрселер тоқтайды. Адамдар жындарға құрмет көрсетулерін, қорқуларын тоқтатуы керек. Олар бұл нәрсеге мүлдем лайық емес. Қалай болғанда да, жындар да саналы жаратылыстар. Олардың да ойлану қабілеттері бар. Сондықтан, сіз олардан қорқатын болсаңыз, олар сіздің қорқынышыңызды көріп, сізді мазақ ете бастайды. Түрлі нәрселерді істеп қорқыта түседі. Бұлайша айтқанда, басыңызға шығып, ойына келгенін істейді. Бағана айтқанымыздай, заттарды шашып, есік-терезелерді ашып жауып, басқа бір адам кейпінде жылдам өтіп кеткен болып, тағы да сол сияқты әрекеттерге барып қорқытады. Өзім жақында руқия жасауды бастағандықтан, сіздерге келесі нәрселерді айтқым келіп отыр. Бұл нәрселер маған қатысты өте сирек орын алады. Тағы да қайталаймын, білесіздер ме, жын тиген адам 1-2 метр биіктікке дейін көтерілуі мүмкін. Жалпы, адамдар бұлай әуеге көтерілмейді. Сол себепті, адам тылсым нәрсені көргенде қорықпауы керек. Егер жыннан қорықпасаңыз, ешбір құрмет көрсетпесеңіз, ол сізге айтарлықтай ешбір қиындық тудыра алмайды. Сондықтан, бауырларым, қарындастарым, бұдан былай жыннан мүлдем қорықпаңыз. Тіпті оларға лайық емес нәрсені, бүкіл нәрсеге құдіретті, ең мықты, оларды күш-қуат иелері деп санасаңыз, бұл ойлар сізді діннен шығаруы әбден мүмкін. Егер Құдайдан қорыққандай дәрежеде жыннан қорқатын болсаңыз, Алладан ғана қорқуымыз керек. Жындарды да Алламен бір деңгейге қоятын болсаңыз, діннен шығып қаласыз. Аллаға серік қосқан болып қаласыз. Күш-қуат иесі жалғыз Алла.